Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір ғана жұмыртқадан әзірлейтін өте оңай, жұп-жұмсақ әрі дәмді кекс әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай кереметтей дәмді хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызбен қантымызды салып, венчикпен болмаса миксердің көмегімен 2-3 минуттай 2 есе ұлғайғанша араластыратын боламыз. Сұйық майымызды құямыз. Сүтімізді құямыз. Менде қолдың сүті. Жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді салып, екеуін араластырып, дайын болған массамыздың үстіне салып, венчикпен араластыратын боламыз. Міне біздің дайын болған массамызды кекстің формаларына салып, қатты толтыруға болмайды, жартылай саламыз. Қатты толып кететін болса, сыртына шығып кетеді піскеннен кейін. Силиконовый формочкаларда қолдансаңыздар да болады. Алдын ала қызып тұрған духовкамызды 170 градусқа қойып, 20-25 минутта пісіріп шығатын боламыз. Міне біздің кекстеріміз дайын, өте жұмсақ, ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.